Сәлем достар, бүгін мен сіздерге морской каприз деп аталатын салат жасап көрсететін боламын. Ол үшін ең алдымен кішкене тұз салынған суда піскен тауық етін осылай турап аламыз. Осылай турап алдық, оны тарелкадағы формамызға салып шығамыз. Ең бірінші слой бізде тауық еті болады. Одан кейін осылай пленкаға салынған майонезімізді жағып шығамыз. Кішкене тұз себеміз. Одан кейін жұмыртқамызды үккіштен осылай өткізіп шығамыз. Жұмыртқамызды өткізіп болғаннан кейін үстіне майонез жағып шығамыз. Одан кейін ірімшігімізді үккіштен өткізіп осылай салып шығамыз. Одан кейін тағы да майонезімізді жағып шығамыз. Одан кейін тағы да осы слойды қайталап тауық етін салып шығамыз. Одан кейін жұмыртқамызды саламыз. Одан кейін майонезімізді жағып шығамыз. Ең соңында осындай үккіштен өткізілген ірімшігімізді салып шығамыз. Осымен біздің салатымыз дайын. Шетіндегі формамызды аламыз. Осымен біздің салатымыз дайын. Өте тез жасалады, әрі дәмді болып шығады. Видеоны соңына дейін қарасаңыздар, видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркеліп қойыңыздар.